Келінің жаман болса, шын мәнінде мәселе қайда? Келінің жаман болса, үйіңнен береке кетеді деген сөзді көп естиміз. Бірақ бір сәт тоқтап ойланып көрейікші. Шынымен бір адамның мінезі бүкіл шаңырақтың бақытына әсер ете ала ма? Әлде бұл сөздің астарында тереңірек мәселе жатыр ма? Бүгін біз осы тақырыпты айыптамай, кінә артпай, жай ғана түсіністік тұрғысынан қарап көрейік. Келін жаңа ортадағы адам келін болып түсу, бұл жай ғана отбасын құру емес. Бұл мүлде жаңа ортаға бейімделу. Жаңа үй, жаңа адамдар, жаңа тәртіп, жаңа үміттер. Әр отбасының өз дәстүрі, өз заңы бар. Бір үйде еркіндік көбірек болса, енді бірінде тәртіп қаталдау болуы мүмкін. Осындай өзгерістердің ортасында тұрған жас келінге уақыт керек. Кейде сабыр керек. Кейде жай ғана жылы сөз жеткілікті. Неге кейде түсінбеушілік туады? Көп жағдайда мәселе жақсы не жаман болуда емес. Мәселе күтілімдерде. Мысалы, бір отбасы келіннен үй шаруасын толық жүргізуді күтеді. Ал келін жұмыс істеп мансап құруды жоспарлауы мүмкін. Егер бұл жайлы алдын ала сөйлеспесе, екі тарапта ренжіп қалуы ықтимал. Сөйтіп түсінбеушілік біртіндеп суықтыққа айналады. Ене мен келін, екі буын, екі көзқарас, бұл ғасырлар бойы айтылып келе жатқан тақырып. Ене өмір көрген, тәжірибелі адам. Ол өз білгенін дұрыс деп санайды. Келін жаңа буынның өкілі. Оның ойлау жүйесі басқаша болуы мүмкін. Бірақ айырмашылық қарсыласу емес. Айырмашылық үйренуге мүмкіндік. Егер екі тарап бір-бірін тыңдаса, көптеген мәселе шешілер еді. Жаман деген баға қайдан шығады? Кейде бір ғана әрекетке қарап адамға толық баға беріп қоямыз. Мысалы, бір рет кеш тұрса, жалқау. Бір рет қарсы пікір айтса, құрметсіз. Бір нәрсеге үлгермесе, ұқыпсыз. Ал шын мәнінде ол шаршаған болуы мүмкін. Әлде бір нәрсені дұрыс түсінбеген шығар. Адам мінсіз емес. Біз де мінсіз емеспіз. Үйдегі береке неден басталады? Береке бір адамның мойнында емес. Ол мыналардан құралады: өзара сыйластық, ашық әңгіме, сабыр, қолдау. Егер үйде тек талап қойылып, бірақ түсіністік болмаса, қиындық туындайды. Ал егер қолдау болса, кез келген мәселе шешіледі. Келін біреудің қызы, бұл өте маңызды ой. Бүгін сіздің шаңырағыңызға түскен келін, кеше бір әкенің үміті, бір ананың ерке қызы болған. Ол да алақанға салғандай өсірілген. Ол да махаббат пен қамқорлыққа үйренген. Сондықтан оғанда үйренуге мүмкіндік беру адамдықтың белгісі. Қазіргі заманның өзгерген рөлі: бүгінгі келін тек ас үймен шектелетін адам емес. Ол білім алады, жұмыс істейді, дамиды, қоғамда белсенді. Отбасы мен жеке дамуды қатар алып жүру оңай емес. Сондықтан қазіргі жағдайда рөлдер икемді болу керек. Ең бастысы бір-біріне тірек болу. Шешім қайда? Кез келген отбасында кішкентай түсінбеушілік болуы мүмкін. Бірақ оны үлкен мәселеге айналдырмау өз қолымызда. Мынадай қарапайым қадамдар көмектеседі: ашық сөйлесу, салыстырудан бас тарту, кінә тағудан гөрі шешім іздеу, бір-бірін бағалау. Егер әр адам өзін емес, отбасының бірлігін ойласа, көп нәрсе өзгереді. Алдыңғы бөлімде біз бір нәрсені түсіндік: отбасының берекесі бір ғана адамға байланысты емес. Енді сұрақ туындайды: үйдегі жылылықты қалай сақтауға болады? 1. Үнсіз реніш ең қауіпті нәрсе. Көп жағдайда мәселе айқайдан емес, үнсіздіктен басталады. Келін ренжиді, бірақ айтпай. Ене көңілі қалады, бірақ білдірмейді. Күйеу ортасында қалады, бірақ шешім таба алмайды. Осылайша ұсақ түйек жиналып үлкен қабырғаға айналады. Ал шын мәнінде кейде бір қарапайым сөйлем жеткілікті: маған мына жағдай ауыр тиді, немесе мен сені дұрыс түсінбедім, сөйлесіп алайықшы. Ашық әңгіме әлсіздік емес. Бұл отбасыны сақтап қалудың белгісі. 2. Салыстыру сенімді жояды. Басқа келіндер бұлай істемейді, пәленшенің келіні мынаны біледі. Осындай сөздер адамның ішкі сенімін төмендетеді. Әр адам жеке тұлға.
Әр үйдің жағдайы әр түрлі. Салыстырудың орнына қолдау көрсетілсе, адам одан да жақсы болуға тырысады. Өйткені адам сыннан емес, сенімнен өседі. 3. Күйеудің рөлі бұл жерде бір маңызды нәрсе бар. Отбасындағы көп мәселе дұрыс арадағы көпір болмағаннан туындайды. Күйеу екі жақтың ортасындағы адам. Ол анасының да, жарының да көңілін ойлауы керек. Бірақ бір жақты қолдау көрсету жағдайды ушықтыруы мүмкін. Ең дұрыс жол әділдік пен сабыр. Егер күйеу екі тарапты тыңдап ашық сөйлесуге жағдай жасаса, көп мәселе шешімін табады. 4. Құрмет талаппен емес, әрекетпен келеді. Құрметті сұрап алуға болмайды. Ол уақыт өте келе қалыптасады. Егер ене келіннің еңбегін байқап, алғыс айтса, бұл үлкен мотивация. Егер келін үлкеннің сөзін бөліп тастамай, сабырмен тыңдаса, бұл да құрмет. Ұсақ әрекеттер үлкен сенім қалыптастырады. 5. Шекара және жеке кеңістік. Қазіргі заманда бұл өте маңызды тақырып. Жас отбасының өз шешімі, өз жоспары болуы қалыпты жағдай. Сол сияқты үлкендердің де өз орны, өз тәжірибесі бар. Егер әркім өз шекарасын сақтаса, түсінбеушілік азаяды. Шекара алыстау емес. Шекара сыйластықтың бір түрі. 6. Жаман деген сөздің салмағы. Біреуді жаман деп атау оңай. Бірақ ол сөз адамның жүрегінде ұзақ сақталады. Кейде бір ауыр сөз жылдар бойы ұмытылмайды. Сондықтан сөзге абай болу үлкен мәдениет. Әсіресе отбасы ішінде. 7. Уақыт бәрін реттей алама. Иә, егер ниет дұрыс болса. Бірінші жылы қиын болуы мүмкін. Екінші жылы түсіністік пайда болуы мүмкін. Үшінші жылы бәрі өз орнына келуі мүмкін. Кез келген қарым-қатынас уақыт пен еңбекті талап етеді. 8. Нағыз береке қандай? Нағыз береке үйге кіргенде тыныштық сезіну. Дастархан басында еркін күлу. Бір-біріне реніш сақтамау. Береке мінсіз адамдарда емес. Береке кешіре алатын адамдарда. Бірақ одан да маңыздысы, үйде түсіністік болмаса не болады? Деген сұрақ. Өйткені бір адамның мінезі емес, бір-біріне деген көзқарас бәрін өзгертеді. Егер әрқайсымыз өзімізден бастасақ, сабырды көбейтсек, сөзді жұмсартсақ, тыңдай білсек, көп мәселе өзінен өзі шешілер еді. Отбасы жарыс емес. Отбасы серіктестік. Ал сіздің ойыңызша, үйдегі татулықтың ең басты шарты не? Қысқа өмірлік оқиға. Бір үйде бәрі сырт көзге керемет еді. Үлкен шаңырақ. Берекелі дастархан. Күлкі. Бірақ бір күні ене көршісіне, келінімнің мінезі қиын, деп шағымданды. Ал сол сәтте келін өз бөлмесінде үнсіз жылап отырды. Себебі ол өзін қанша тырысса да қабылданбағандай сезінетін. Таңертең ерте тұрады. Үйдің шаруасын істейді. Жұмысқа барады. Кешке шаршап келеді. Бірақ бір ауыз жылы сөз естімейді. Ал енеше, ол да өзін түсінбейді деп ойлайды. Мен тек тәртіп үйреткім келеді дейді. Екі адам. Екеуі де жаман емес. Екеуі де ренжіген. Бір күні дастархан басында кішкентай немересі, әже, мамам жақсы ғой, деп күлімсіреп айтты. Сол сәтте ене ойланып қалды. Мүмкін мәселе мінезде емес шығар. Мүмкін тек сөйлеспегендіктен болар. Сол кеште алғаш рет ашық әңгіме болды. Айыптау жоқ. Айқай жоқ. Тек шынайы сөз. Содан кейін үй өзгерді. Өйткені кейде жаман деп ойлаған адамымыз жай ғана түсіністік күтіп жүрген жан болуы мүмкін. Қорытынды ой. Келіннің жаман болса деген сөз кейде асығыс айтылған пікір болуы мүмкін. Шын мәнінде отбасының бақыты ортақ еңбек. Бір адамның емес, бәрінің ниетіне байланысты. Түсіністік бар жерде береке бар. Құрмет бар жерде тыныштық бар. Ал махаббат бар жерде жаман деген сөз айтылмайды. Сіз қалай ойлайсыз? Отбасындағы үйлесімнің басты кілті неде? Пікіріңізді жазыңыз. Осындай ойландыратын тақырыптар ұнаса, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Сол кештен кейін бәрі бірден өзгеріп кеткен жоқ.
Бірақ бір кішкентай нәрсе өзгерді, екеуі де бір-бірін тыңдай бастады. Ене алғаш рет шаршап жүрсің бе? Деп сұрады. Келін алғаш рет кейде қорқамын. Сізге ұнамай қалам ба деп деді. Сол сөзден кейін үнсіздік орнады. Бірақ ол суық үнсіздік емес еді. Түсінген үнсіздік еді. Себебі шындық біреу, адам жамандықтан емес, қабылданбағандықтан өзгереді. Ал қабылдау басталған жерде береке де басталады.